хадистерде келгендей басым көпшіліктің ықтималдылығымен әуелі Алла қадір түні деп жатыр. Шынымен қадір түні болсын бүгін. Қаншама адамдар үміт етіп Алладан құлшылық ибадат қылып, дұға қылып, Алладан қателіктеріне кемшілік сұрап атқан күндеміз. Аллаға мыңда бір шүкір. Енді құрметті бауырлар, қараңыздар қандай керемет нәрсе. Алла тағала, әне қараңыздар, көшені қараңыздар, машина деген толып жүр. Біреулерге қадір түні ма, қадір түні емес па, қаперіне кіріп шығып атқан жоқ. Кіріп шығып атқан жоқ. Бірақ Алла тағала таңдады, сүйді, иман берді, тарауыққа қатыстырды, ораза ұстатқызды, жақсы көрді, мешітіне қарай тартты. Мінекей сөйтіп соның сыйлығын Алла бізге берді. Және береді деп біз үміт етеміз. Аллаға мыңда бір шүкір. Алла бізге қаншама нығметтер беріп жатыр, беріп жатыр. Бірақ адамдар ат құрлы Аллаға шүкірлік ете алмады дейді. Жаңа ғана құрмет ұстаз оқыды, Құран кәрімдегі Адият деген сүрені оқыды. Баршаңыз тыңдап тұрдыңыздар, я? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вәл адияти добаха деді. Алла жолында атқан қонған жауынгерлердің танаулап шапқан сайгүліктеріне ант етем дейді Алла тағала. Вәл фәлмурияти қодаха, тұяқтарынан от шашып, ұшқын атып шапқан сайгүліктерге тағы да ант етем дейді. Аттарға айтып жатыр Алла тағала. Фәлмуғирати субха дейді. Ана қараңыз, субханалла. Қарқынды екпінмен таң сәріде, адамдар ұйықтап жатқан кезде, таң сәріде жауға шапқан сайгүліктерге ант етем дейді Алла тағала. Адамдар тәп-тәтті ұйқыда жатқан кезде бұлар не істеп жүр дейді? Ояу жүр дейді Алла тағала. Фәәсәрна бихи нақуа, шапқан кезде шаң бұратып тұяқтарынан топырақ шашқан анттарға ант етем дейді Алла тағала. Қайта нені айтып жатыр? Атты айтып жатыр, жылқыны айтып жатыр Алла тағала. Фәуасатуна бихи жам'a, сол екпінмен барып жаудың шебіне еш қорықпастан, қаймықпастан жауға кіріп кеткен анттарға ант етем дейді Алла тағала. Ана жылқы, жаңағы сайгүлік үстіндегі иесі үшін қаяққа бара жатыр? Өлімге бара жатыр. Таң сәріде, ұйқы жоқ, үлкен жау алдында күтіп тұрған, соған ешбір сауытсыз, саймансыз, көзі ашық, көкірегі ашық күйде жауға кіріп бара жатыр дейді. Не үшін? Иесі оны тамақтандырып, баптап, қарап, уақытын бөлгендігі үшін дейді. Көрдіңіз ба? Сол иесі үшін ол адал дейді, ана қараңыз. Сол иесі үшін ол адам жанын тігіп, жауға кіріп бара жатыр дейді. Алла тағала Құранда айтып жатыр. Мына жерде ар жағында айтып: "Иннал инсана ли раббихи лаканут." Ай, шіркін ай. Ал адам баласы дейді. Адам баласы Раббысы оған қаншама нығмет беріп жатса да, соған рахмет айта алмайтын дейді. Ешқандай жақсылығын Алланың көрмейтін сондай бір жаратылыс дейді адам баласы. Көрдіңіз ба? Алла бізге қаншама нығметтерін үйіп төгіп беріп жатыр. Сіздің аман есен өзіңнің аяғыңда намазда тұруың бұл да бір ғанибет. Осы тұрғанда қарттар үйіне барыңыздар. Тарауық оқи алмай жатқан кісілер бар. Оқысы келіп оқи алмайды бірақ. Осы тұрғанда ауруханаларға барыңыздар, жатыр. Ауру болып жатыр, тарауыққа келгісі келеді, келе алмайды. Біреулерге бермеді бұл нығметті. Алла біздерге берді. Енді не істеу керек? Аллаға шүкірлік ету керек дейді. Шүкірлік ете алмасаң, иесіне адал болмаған хайуаннан қай жерің артық дейді Алла тағала. Көрдіңіз ба? Әшейін жем беріп, баптап, су беріп, қараған иесі үшін ешбір қорғансыз жауға шауып бара жатқан ат дейді. Не көрдіңіз ба? Не үшін жауға шауып бара жатыр? Иесіне адалдығы үшін дейді. Мінекей біз де өзімізді жаратқан, жоқтан бар еткен, нығметтерін үйіп төгіп беріп жатқан, және бере беретін Раббымызға әрқашан не айтуымыз керек екен, бауырлар? Рахмет пен шүкіршілік айту керек екен. Аллаға мыңда бір шүкір. Мінекей Алла тағала
сүйген құлдарын мешіттерге алып келді. Алла тағала не үшін әкелді? Рамазанның, айтамыз, Рамазанды, оразаны ұстаған кісілерге енді қаншама нығметтер бар. Мен айтам, Алла екі нәрсені бергісі келіп бізге деймін. Екі нәрсені. Біріншісі, Алла тағала есепсіз сауапты бергісі келіп дейді. Алла бізге биыл ораза ұстатқан себебі, бауырлар, ешкім өзінің күштілігінен ұстап атқан жоқ оразаны. Ораза ұстамай жүрген қастарыңызда қаншама адамдар бар, білесіздер оны. Көрдіңіздер ме? Ешқандай үзір де жоқ, себеп те жоқ, бірақ не? Ораза емес. Мен кешке дейін шыдай алмаймын. Айналайын, үйелдегі 18 сағаттық ораза емес қой бұл. Сәресіне ішсең, ауызашардың артында келіп тұр. Тем более Алматыда пробкамен ана бір-екі шаруаны бітірем дегенше ауызашар болып қой. Ауызашарыңа үлгермей қалып жатсың ғой. Жолда ашып кетіп жатсың ғой ауызашарың. Сонда қалай болып жатыр ол? Ана сылтауды айтасың, мына сылтауды айтасың. Раббың саған шамаң келмейтін жүкті жүктемейді ешқашан. Аталарымыз, бабаларымыз Совет үкіметінде жүріп, қаншама ораза ұстауды қысып атқан кезде де жұмыс істеп жүріп ораза ұстаған 18-19 сағат. Өзіңмен өзің бейбіт заманда Алла бүкіл нығметті беріп қойған кезде сол оразаны ұстай алмай жатырмыз. Көрдіңіз бе? Нығметтер күшейген сайын, комфортқа адам кіре берген сайын несі азаяды адамның? Шүкірлігі азайып кетеді адамның. Көрдіңіздер ме, бауырлар? Сондықтан Аллаға мыңда бір шүкір, биыл ораза ұстауды нәсіп етті. Не үшін? Бізге екі нәрсе бергісі келіп жатыр екен. Біріншісі, Алла тағала ораза ұстаған адамның сыйлығын өзім берем деді. Өзім берем деді. Өзім берем деген сөзі, құрметті бауырлар, оны ешбір жаратылыс есептей алмайды. Рамазандағы не то что сағаттар, секундтар менен минуттар, аузы берік адамның секундтар менен минуттарын ешбір періште есептей алмайды дейді. Сондықтан Алла мен берем деп айтты бұның сыйлығын. Көрдіңіз бе? Сол есепсіз сауаптарды Алла бізге бергісі келіп, бізге ораза ұстауды нәсіп етті. Өйткені Абдулла ибн Масғуд деген сахаба айтады. Сенің бір жақсылықты жасауың, ол сенің кереметтілігіңнен емес дейді. Көрдіңіз бе? Алланың саған берген сәттілігімен болып жатыр дейді. Бүгін тарауыққа келем деп мыңдаған адамдар армандады, бірақ келе алмай қалғандары қаншама. Бірақ келуді сізге нәсіп етті. Сіздің кереметтілігіңізден ба сол? Жоқ. Алла сізге сәттілік берді бүгін ораза ұстап, бүгін тарауыққа келуге. Қарекеңдердің артында тұрып, Құран хатымның қайтарылмайтын дұғасына қатысуға. Құран хатымдағы тілектер қайтарылмайды, бауырлар. Оны шариғатымыз баяғыдан бері айтып келе жатыр. Құран тұнған не өткені? Құран тұнған бәрекат, береке Құран тұнған. Ол өзі берекелі түнде түскен, міне мүмкін бүгінгі түн иншалла сол қадір түні болу ықтималдығы көп болып тұр. Бүгін түнде түскен Құран, енді сол Құранды оқып, сол Құранды түсірушіге дұға қылған адамның тілегі қайтарыла ма? Қайтарылмайды. Ал оны дұға қылып атқан кісілер кімдер? Сол Құранды көтеріп жүрген тірі Құрандар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әлсіз хадистерінде келеді. Менімен қарилардың арасындағы айырмашылық дейді. Оларға уахи түспейді болды дейді. Көрдіңіздер ме? 30 күн бойы тынбай алдарыңызда тұрып, үлкен жауапкершілікті сезініп Құран оқу, ол оңай нәрсе емес. Жастық шағының қаншама жылдарын құрбан қылып Құран жаттау, ол да оңай нәрсе емес. Міне Абдулла ибн Масғуд айтып жатыр. Сенің бір жақсылықты жасауың кереметтілігіңнен емес, Алланың саған берген сәттілігінен болып жатыр. Бір жамандықтан қайтуың мықтылығыңнан емес, Алланың сені сақтауымен болып жатыр деп айтады. Осылар, не пәле, ауызашардан неге сен кальян шегесіңдер, қызықсыңдар Рамазан. Айтпа олай. Өзіңнің сөзіңмен өзің сыналып қаласың ертең. Алла сені сақтады ол ортадан. Оларды сақтамай тастап жатыр Алла тағала. Көрдіңіз бе? Сенің кереметтілігіңнен сен жүрген жоқсың бұл жерде. Алла сені сақтап қойғандықтан жүрсің. Осыны естен шығармау керек. Аллаға сондықтан әрқашан мыңда бір шүкір дейміз. Бүгін мінекей осындай ұлы түнде ұлы құлшылықтарға біздерге қатысуға нәсіп қылған. Нәсіп болды Алла тағалаға мыңда бір шүкір. Енді мінекей екінші нәрсесі, жаңа айтып жатырмын, Алла екі нәрсені бергісі келіп жатыр. Біріншісі, есепсіз сауапты бергісі келіп жатыр, өйткені оны есептей алмайды Рамазандағы оразаның сауабын ешкім. Екіншісі, Алла
Рамазандағы пенделерінің қылған дұғасын қабыл қылғысы келіп сіздердің ауыздарыңызды бекітіп жатыр. Рамазанда қайтарылмайтын тілек бар ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, 3 адамның тілегі қайтарылмайды дейді. Біріншісі, әке шешенің балаға тілеген тілегі дейді. Екіншісі, сапардағы жолаушының тілегі дейді. Үшіншісі, аузын бекіткен кісінің тілегі дейді. Аузын бекіткен кісінің тілегі қайтарылмайды да, оның үстіне дұға тілеп тұрады дейді ғой. Қарасаңызшы, ауыз ашарға дейінгі ешбір тілек не істелінбейді бауырлар, қайтарылмайды. Бірақ сұрайтын адам қайда дейді. Көрдіңіз ба? 26-27 түн өтті, әлі бірде-бір рет аузы берік күйде дұға қылмаған кісілер бар әлі. Бірақ мүмкіндік бар әлі, мүмкіндік бар. Бүгін ертең арғыны жақсылап әлі де дұға қылуға мүмкіндік бар. Істер соңымен шешіледі. Істер соңымен шешіледі. Соңы қалай бітеді, иншалла солай болады. Сыйлық та солай болады. Мінекей енді Рамазандағы тілек қайтарылмайды. Неге қайтарылмайды? Ол тілегінен қайтарылмауымен қоса, оған бүкіл періште тілек тілеп тұрады дейді. Қайсысының тілегі қабыл болу жағынан ықтималдылығы көп? Періштелердікі. Қандай тілек? Періштелердікі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, аузын бекіткеннен бастап, ауыз ашарға дейін Алланың бүкіл періштелері ораза ұстаған адамдар үшін кешірімде тұрады дейді. Болды, басқа ештеңе істемейді дейді. Ал қараңыздар. Періштелердің саны нешеу? Ал 70 мың дейді. Кім айтты 70 мың деп періштелердің саны? Жер бетінде қанша халық бар, сонша дейді. Мына қараңыздар, міне новыйдан шариғаттар шығып жатыр мына. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, жердегі қағбадай көкте Бәйтул Мағмур бар дейді. Дұрыс па? Сол Бәйтул Мағмурда бір күнде 70 мың періште тауаф қылады дейді. Бір күн, целый бір күн тауафқа шығып кетеді дейді. Келесі 70 мың келеді, олды. Ана шығып кеткен 70 мың енді қайта айналып қиямет күніне дейін кірмейді дейді тауафқа. Бір-ақ рет мүмкіндік беріледі, болды. Дүние жаратылғаннан бері қиямет күніне дейін қанша күн бар? Сол күннің әр қайсысында 70 мың періште тауаф қылып шығып кете береді. Алғар, солардың барлығы аузын бекіткен адамдар үшін кешірім тілеп тұрады дейді. Ал керек болатын болса. Қандай бақыт, ораза ұстау қандай бақыт. Міне соны бізге Алла не істегісі келіп жатыр деп жатырмын, бергісі келіп жатыр деп жатырмын. Рамазаннан кешірілмей шығу, кешірім тілемей шығу, бұл ең үлкен қасірет. Рамазаннан бір топ адамдар кешірілмей шығады дейді. Кімдер олар? Кімдер кешірілмей шығады Рамазанда? Сыйламаған дейді. Сен мен сыйлайсың ба, сыйламайсың ба деген сияқты. Ойбай-ау. Рамазанда кешірілуді қаламаған адамдардан басқасының барлығы кешіріледі. Көрдіңіз ба? Рамазанда кешірілуді қаламаған адамдардан басқасының барлығы кешіріліп кетеді иншалла. Көрдіңіз бе? Іште не болу керек, бірақ Алла мені осы Рамазанмен кешірсе екен деген тілек болу керек іште. Және бұл оразаңды өміріңнің ең соңғы оразасы сияқты ұстауың керек. Келесі жылғы мен Рамазанда жоқпын деген адам қалай ораза ұстайды, дәл солай ораза ұстау керек. Келесі жылы Рамазанда болмайым деген адам бір тарауықты жібермейді. Бір тарауықты жібермейді. Және ол әрқашан Құранмен байланыста болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, "Мән қама Рамадан", кім Рамазанда тұрса, иманан ва ихтисабан, шынайы иманмен, шын жүрекпен, ад-души тұрса, ихтисабан, сауабын Алла береді ғой, тәуекел, бір сағат құрсын қақта кетпей жатыр деп тұрса, Алла оған өткен күнәларынан ештеңесін қалдырмайды дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бұл бізге берілген күшті сыйлық. Не жағынан айтайын ба? Өйткені мына жақта бірінші хадис келіп тұр, "Мән саума Рамаданы", кім ораза ұстаса дейді, иманан ва ихтисабан, Алладан шынайы үміт күтіп, сауабын үміт етіп ұстаса, оның өткен күнәлары кешіріліп, ештеңе қалмайды деді ме? Қараңыздар, енді қызығын қарасаңызшы. Енді ораза ұстап жүргеннен кейін пендеміз ғой.
Кейде өтірікті періп жіберіп жатырық. Ауызбен пермесек те WhatsApp-пен ұрып жіберіп жатырық деген сияқты. Сол перген өтіріктердің барлығы не істелінеді? Оразаның сауабын құртып тастайды. Оразаның сауабын құртады да азаннан кешке дейін аш жүрді деп жазылады дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Енді сенің оразаңның сауабы құртылып, мысалға да, енді құртылмасын ешкімдікі, сондай боп қалды ал мысалға. Мына жақта екінші вариантты қойып қойған ғой. Оразаңнан қате кетіп жатса, тарауықтан қалма деп жатыр да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тарауығың сені не істейді деп жатыр? Анау мынау қателігіңді. Тарауықтан арасында арагідік қалып қойып жатсаң, онда пітір садақаңды бер деп жатыр ғой. Пітір садақаң тағы да анау ертең айт күні WhatsApp-тан телефонға тыныштық жоқ қой. Айт күні жазатындар бар, айт намазына барсаң, ұстаз, ойбай, ұмытып кетіппін, пітірді берді дейді. Не істейін енді дейді. Не істейсің енді? Келесі жылы оразаны күт, Құдай қаласа. Болды. Пітірдің уақыты Рамазанның соңғы түнімен бітеді. Айт күні пітір деп берсең де ол пітір болмайды бәрібір. Көрдіңіз ба? Сондықтан міне Рамазан Алла біздерді бүкіл рахымын төгіп кешіретін ұлы ай, мынау бүгінгі ұлы түн иншалла. Ұлы түн, қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде айтады. Бұл түннен махрұм қалған кісі дейді. Мына түнді қалай болса солай өткізген кісі бүкіл дүниедегі барлық нәрседен махрұм қалғанмен бірдей дейді. Ана қараңыздар. Мына қадір түннен махрұм қалған кісі бүкіл дүниедегі барлық бақыттан, барлық нәрседен махрұм қалған кісі дейді. Бұл түн бізге берілген сыйлық кімнен? Әлемдердің Раббысынан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларымен отырып, Бәни Исраил қауымындағы 80 жыл бойы, яғни 1000 ай бойы тоқтамай құлшылық қылған Алла жолында жүрген бір кісі жайында айтақ. Сонда пайғамбар жанында сахабалар сәл көңілдері түсіп кетеді. Неге? Өйткені сахабалардың ішінде 80 жыл өмір сүргендері өте сирек. Менің үмметімнің жасы қанша деді? 60 пен 70-тің ортасы деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. 60 пен 70. Оның бәрін құлшылықпен өткізіп жатқан жоқпыз ғой енді. 70 жыл өмір сүрген адамның тоқтамай балиғат жасынан бастап қылған құлшылығының барлығын бүйтіп қосқан кезде 6 ай болады екен ше, оны есептеген ғалымдар. 70 жыл өмір сүрген. Соңғы, мынау ше, тоқтамай 80 жыл құлшылық қылған. Сонда сахабалардың көңілі түсіп кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға қарап, олардың да көңілі түсіп кетеді ғой. Сол кезде не түседі дейді? Қадір сүресі түседі дейді ғой. Субханалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құран кәрімнің 114 сүресінің бір сүресі Қадір деп аталды, я? Қадір деп аталды. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Біз бұл Құранды Қадір түнінде түсірдік дейді. Құран Қадір түнінде түсті. Құран түскендіктен Қадір түні сондай берекелі түнге айналды. Ва ма адрака ма лейлатул қадр. Ей Мұхаммед, сен Қадір түнінің не екенін білесің бе дейді. Ана сұрақты қарасаңызшы. Сіздерге қойып жатыр ол сұрақты. Қадір түнінің не екенін білесіздер ме? Кім біледі Қадір түнінің не екенін? Ана қара, көрдіңіздер ме? 1000 айдан абзал екен кім айтты саған? Көрдің ба? Келесі аят айтты да оны. Айтпесе білмейсің ғой сен ар жағын не айтайын тұрған Алла Тағала. Білмейтін едің ғой сен деп жатыр Алла. Білмейтін едің ғой сен бұл түннің не екенін. Көрдіңіз ба? Лейлатул қадри хайрун мин алфи шахр. Міне бұл Қадір түні 1000 айдан да хайырлы деді. Бағанағы 1000 ай құлшылық қылған кісі бар ғой. Ол жолда қалып қояды деп жатыр Алла Тағала. Мына түн 1000 айдан да хайырлы дегені 1000 айдан да жоғары деген. 1000 айың енді 83-84 жыл болатын болса, мысалға да, кетті ғой. Бұл одан да хайырлы. Бағанағы Бәни Исраил қауымындағы кісінің қылған құлшылығы сіздердің қастарыңызда ерунда болып қалады әшейін. Әшейін. Бір жаңағы шымшықтың келіп теңізден су алғандай болып қалады ғой. Көрдіңіздер ме? Сондай болып қалады. Өйткені мына үмметке берілген ең ұлы сыйлық, ең ұлы түн бұл Қадір түні. Қараңыздар. 1000 айдан да хайырлы бұл түн деді.
1000 айдан да қайырлы. Неге? Себебі Таназзалул малаикату ва рух дейді. Ана қараңыздар. Себебі бұл түні бүкіл періштелер жерге түседі дейді. Ал керек болатын болса. Қай уақыттан бастап? Шамнан бастап екен. Шамнан. Таназзалу деген етістік араб тілінде негізі татаназзалу деген етістік те негізінде. Татаназзалу деген отырып түсіре берді. Заказ тұрып түсір деп берілді ма? Татаназзалу. Көрдіңіздер ма? Кім татаназзалу? Татаназзалу деген бірінен соң бірі лек-лек деген. Лек-легімен. Бірінші лек келеді дейді жер бетіне. Ғалымдарымыздың кейбір. Бірінші лек келеді жер бетіне, сыймайды дейді жер бетіне. Періштелердің бірінші легі. Сөйтетте олар адамдардың тізімдерін алады дейді құлшылық қылудағы. Ана қарасаңызшы. Сөйтіп олардан кейін екінші лек келеді дейді. Олар да жер бетіне сыймайды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сондай көбейіп кетеді. Жер бетіндегі майда ұсақ тастар, хаса деп айтады хадисте. Хаса деген мынау қолыңызға алатын топырақ бар ғой, төгесіз ғой. Сол топырақтың ішіндегі майда тастар бар ғой. Топырақ өзі сондай майда тастардан тұрмай ма? Дәл сондай дейді. Пайғамбарымыз айтты. Дәл сондай майда тастардан да көп болып кетеді жердің бетінде дейді. Көрдіңіз ба? Лек-легімен, бірінен соң бірі лек-легімен жердің бетіне түсе береді дейді. Сөйтетте періштелердің падишасы кім келеді дейді? Жабраил амин. Вар-рух дейді. Жабраилдің Құранды алып түскен Құран құрметімен өзі де жер бетіне түседі дейді. Сөйтіп, тік тұрып құлшылық қылып атқандарды және отырып құлшылық қылып атқандарды солардың барлығына истиғфар айтады дейді. Жабраил истиғфар айтқан кезде оның жанындағы бүкіл періштелер ол адамдар үшін истиғфар айтады дейді. Тік тұрып деген кімдер? Тараух оқығандар дейді, ғалымдар айтады. Көрдіңіздер ме? Тараух оқығандар дейді. Жаңа міне кетті біреу. Тараухтан кейін түнгі намаз оқығандар дейді. Құлшылықты сондықтан қадір түнінде не істеп отыр дейді? Төрлендіріп отыр дейді, ғалымдар айтады. Намазға тұр, артынша истиғфарға отыр дейді. Артынша Құран оқыды. Неге? Өйткені отырғандарды да деп айтты дейді жаңа хадисте. Отырғандар кімдер? Отырғандар истиғфар айтушылар, дұға қылушылар, Құран оқушылар дейді. Осылардың барлығына Жабраил алейхиссалам және оның жанындағы бүкіл періштелер истиғфар айтып бастайды дейді. Ана қараңыздар. Алла ол періштелердің ешқайсының тілегін кейін қарай қайтармайды дейді. Ал керек болатын болса. Міне қадір. Саламун хия хатта матла'ил фажр. Ол нәрсе таң атқанға дейін жалғаса береді дейді. Жалғаса береді. Енді бізде әлі күнге дейін қадір түсін түсірмей жүргендер бар екен. Құдай, не істейін? Әжем айтатын еді, қай бетімді шымшиын деп. Қадір түні дастархан жайып Қыдыр атаны күтетіндер әлі бар екен ше. Мен айттым, Қыдыр ата биыл келмейді. Ол басқа шаруалармен жүр ан жақта. Ол мына жақта келмейді, биыл келмейді, Қазақстан келмейді деді. Қыдыр ата келмейді, какой там, кім айтып жүрсіздер Қыдыр ата келеді деп? Қыдыр ата келмейді. Қадір дегенді Қыдыр деп шатастырып біреулер ыңғай келсе деп періш берген болса керек та. Соны біздікілер сондай жаттап алады ғой. Мына жақта 1000 хадис айтып жатсың, оны жаттамайды. Именно жаңа Қыдыр ата. Дастархан жасап қояды. Еще оған майшам жағу керек дейді, свет жағуға болмайды дейді. Ана майшам бұлай løпілдесе үйге кіргені дейді. Су қояды екен, қант қояды екен. Құмырсқа жеп кетеді, қантты одан жауып қойыңдар бетін. Көрдіңіз ба? Ол Қыдыр ата келмейді ол. Жабраил періште келеді. Көрдіңіз ба? Міне осындай әлі бізде нелер бар? Әлі бізде осындай бір хурафаттар дейді ғой жаңа, бір аңыздар бірдеңелер осындай кіріп кеткен да. Бұл сүренің Қадыр деп аталуы, құрметті ағайын, Қадыр деп аталуы, қараңыздар. Ешкім сұрамайды, неге Қадыр деп аталған деп? Неге Қадыр деп аталған? Сөйкі сұрамайсың ба?
Сол мен сенен сұрайын деп отырмын, неге аталған сол, а? Неге қадір деп аталған? Қадір деп аталуын ғалымдар бірнеше жолмен түсіндіреді. Машалла, ғалымдарға да Алла разы болсын. Ең біріншісі не дейді? Ол түнмен кездескен адамнан артық қадірлі адам Раббысының алдында жоқ дейді. Күшті ма? Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім иманмен, шынайы ықыласпен телефонын самолет режимге қойып, WhatsApp-ын сөндіріп, Instagram-ды, парақшаларды сөндіріп, енді ол кісі оны айтпаған, мен қосымша айтып жатырмын. Кімде-кім иманмен, сауабын Алладан үміт етіп, шын жүрегімен қадір түніне кездесуді қалап, қадір түнін күтсе, Алла оның өткен күнәларынан еш нәрсені қалдырмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Не деген, мынау Рамазан бар ғой, не деген ай мынау, Құдайым-ау, не деген ай мынау. Ол түні бүкіл адамзаттың дұға қылған қолы бос қайтарылмайды, тек төртеуінен басқа дейді хадисте. Ана қараңыздар. Ешбір қолы көтерілген адамның тілегі қайтарылмайды, төртеуінен басқа дейді. Кім ол төртеу? Біріншісі дұрыс айтады. Әке шешесіне азар бергендер дейді. Алла сақтасын. Енді мешітке ондайлар жоқ деп ойлаймын мен мына жерде. Кеше Жарқын ұстазбен кездескен кезде айтып жатыр. Осы Алматыда бір қариялар үйіне барған екен. Сол айтып жатыр, дейді. Қариялар үйіне барып Рамазанның боксын тараттық дейді. Мынадай коробка Рамазанның несі? Сыйлықтары. Сонымен бәріне біртіндеп беріп жатсақ, бір апа тұрды айтты дейді. Балам, маған үшеуін берші деп айтты дейді. Біреу өзіне, екеуін қосымша тағып. Ойбай, апа, мына біреуіне ақ тойып қаласыз, ішінде біраз нәрсе бар. Білем, тоятынды білем, бірақ ертең балам келетін еді деп айтады дейді. Пенсиясын тартып алған, ит қылып қариялар үйіне тастаған шешесін, ана бала ертең келеді дейді. Сол баланы ойлап немерелеріме беріп жіберем деп айтады дейді. Жаңа қалған коробкаларды. Ол қалған коробка емес, өзінің де коробкасын беріп жіберейін деп тұр ғой. Көрдіңіз ба? Соны ана оңбаған тастап кеткенде көрдің ба қариялар үйіне. Қаншама қиналып ауырған кезде шешең сені тастаған жоқ. Бүгін аяққа тұрып едің, шешең саған керек болмай қалды. Көрдің ба? Өйткені үйде біреудің пояснениесін тыңдап отырсың да сен. Үйде сұрап жатырдық дейді. Неге бұлай болып қалды деп. Балам тым жақсы еді дейді. Үйге бір кісінің қызы келіп еді, содан кейін бұзылды балам дейді. Көрдіңіз ба? Оқиды деді, соқиды деді. Үйінің ішінен дейді, үйінің ішінен. Маған үлкен бөлме керек емес дейді. Итакта мына қариялар үйінде дәу бөлмеде жатқан жоқпыз, бір бөлмеде 3 адамнан жатық дейді. Сол маған 2-де 4 жер болса да үйіне мен сиятын едім деп айтады дейді. Міне, әке шешесін қариялар үйіне тастағандар ұялмай солар мешітке келіп отырып дұға қылатын болса, ешбір дұғаң қабыл болмайды. 100% гарантиямен айтып беремін. Ешбір дұғаң қабыл болмайды. Не ғайып болса, шешең анаяқта қайғыдан қан жұтып атқан кезде сен ұялмай қалай келіп тұрсың мешітке? Қалай сен үшін 4 бөліп ұйқысын түнімен ауырсаң больницаға бірінші апармай өзі емдеп, қиналып, түнде оянып, емізіп, ауырсаң сенің табаныңа кірген тікен менің маңдайыма кірсін деген шешеңді қалай сен апарып тастайсың? Көрдіңіз ба? Имансыздықтың жеткен шегі қандай? Қарттар үйі деген нәрсе қазақ тарихында болмаған. Ал қазір күн сайын қарттар үйі ашылып жатыр әр қалада. Осы қуанатын нәрсе ма? Өлсейші одан, әке шешеңді ондай қылғанша өл одан. Ата-ананың разылығы, Алланың разылығы ата-анаға байланып қойған. Әке шешең наразы ма? Қадір түніне азаннан қара кешке дейін сәждеден басыңды көтермесең де, пайғамбарымыз салсам қабыл етілінбейді деп жатыр. Көрдіңіз ба? Алла одан сақты. Әке шешемізге тірі күнінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мінбарға, міне мынадай мінбар, Мәдинада мінбары бар, пайғамбарымыздың мінбары. 3 мынадай баспалдақтан тұрады. Мінбарға көтерілді де әмин деп, көтерілді де әмин деп, Муаз ибн Жабалдың сақы. Я Расулаллах, бұл не қылған әминдер деп.
Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ей Муаз, мен минбарға көтерілген кезде Жабраил келді" дейді, алейхиссалам. Сөйтті де: "Ей Мұхаммед, сенің үмметіңнен Рамазанның оразасы кіріп тұрып" дейді, "күнәлары кешірілмей шыққан пендеге өкініш болсын" деп айтты дейді. Мен әмин деп айтып жібердім дейді. Болды, солай болады дейді. Жаңа айттым, кімдер кешірілмейді? Кешірілуді қаламаған адамдар кешірілмейді Рамазанда. Қалай болса солай ораза ұстаған, сәресімен ауызашарды күтіп, азаннан кешке дейін өсек айтқан, адамдардың айыбын ашқан, біреу өсек айтып жатса соны ырзаң етіп тыңдап отқан, осылардың барлығы осы хадистің ішіне кіріп кетеді. Рамазан тамақтың емес, бүкіл дененің оразасы. Бүкіл денемен жасалынады Рамазан. Алла сізді аш қылып қойып азаннан кешке не істейін деп жатыр Алла Тағала? Тамақты экономдатайын деп жатыр ма бізді Қазақстандағы? Не істетейін деп жатыр Алла Тағала аш қылып? Көрдіңіз ба? Осы сәл руханиятын, Рамазанның руханиятын ойлану керек. Не істеп жүрмін мен аузымды бекітіп азаннан кешке? Жоқ, аузыңды бекіттің деген сөз полный бекіттің деген. Өсектен, бәрінен. Жалғыз тамақтан емес. Көрдіңіз ба? Екінші әмин деген себебім дейді. Ей Мұхаммед, сенің атың аталып тұрған кезде саған салауат айтпаған адамдарға өкініш болсын дейді. Саллаллаху алейхи уассалам. Үшінші әмин деген себебім, әке шешесі қолында қартайып дейді, жәннатқа кіре алмаған кісілерге өкініш болсын деп айтты. Мен әмин деп айтып жібердім дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи уассалам. Мінекей, сондықтан Алла Тағала не то что қарттар үйі, әке шешеңнің алдына келіп айтқандарынан қайтпайтын бәлекесіне дедің ба? Алла Тағала дейді: "Вала тақул лахума уффин" дейді. Уф деп айтпа дейді. Әке шешеңнің алдына келіп уф деп айтпа дейді. Не то что ауыр сөйле, уф деп айтпа дейді әке шешең. Вала танхархума, ол екеуіне ешқашан жекіп сөйлеме дейді. Ана ғашық болғаныңа қандай жылы сөздеріңді арнап жатсың? Өлем, күйем, сүйем, битем, сөйтем, жүрегім, жан жүрегім бірден. Айт соны әке шешеңе. Кімнен туғаныңды ұмытып қалдың бәлде? Вала танхар, ол екеуіне жекіп сөйлеме. Ва қул лахума қаулан карима, ол екеуіне тек қана жылы жұмсақ сөйле, қартайған кездерінде көңілдеріне қаяу түсіп қалмасын дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Қартайған кезде көңіліне қаяу түсірмейтіндей, әп-әдемі теп-тегіс жұмыр келсін, айналасы дегендей әдемі қылып сөйлеп, әдемі, ренішіңді де әдемі қылып жеткіз. Жерге ұрып, телефоныңды жарға ұрып, қиратып жерден әңгіме. Көке, қой болды. Ертең әке шешең өліп қалса, біреу саған келіп әке шеше бола алмайды бәрібір. Көрдіңіз ба? Өліп қалғаннан кейін қаншама бауырлар келіп жатыр ғой, араларында да отыр. Енді неше түрлі адам келеді ғой бізге, қаншама бауырлар келіп, әке шешем өліп қалған, жылай берем, ана өкінем дейді, бір ауыр сөйлеп қойған жерлерім бар дейді, өкінем. Міне көрдіңіз ба? Қолыңды мезгілінен кешірмегенмен не керегі бар? Өкінгенмен не керегі бар? Әке шешең өкінгенмен не керегі бар? Өкінгенмен әке шешең жаңағы ренішін баса қояды дейсің ба? Кетіп қалды ғой, болды ғой. Не істей аласың енді? Кетпей тұрған кезде, бар кезде қадірін біл. Жоқ кезде, әке шешең өмірден өткен кезде, өкінбейтіндей артыңа қараған кезде, өз-өзіңе риза болады. Альхамдулилля, әкемді де, шешемді де батасын алдым. Осылай өмір сүрейін иншалла. Артыңа қарап, жылап, өкініп, сықтап керек емес. Осы бастан соны не істеуіміз керек? Қазір ренжісіп жүрген әке шешесіне ауыр сөйлегендер болса, қазір шығып кетсін да барып, уағыздан кейін әке шешесіне звондап, кешірім сұрап, маған разылықтарыңды беріңдерші, бүгін мен қадір түнде дұға қылғым келіп жатыр деп айтыңдар. Көрдіңіздер ме? Болмаса дұға қылып керек емес ол. Екінші дұғасы қабыл болмайтындар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Туысқандық қарым қатынасты болды мен араласпайын деп үсіп тастағандар дейді. Кім туысқандық қарым қатынасты үссе, Алла Тағала, мен одан рахымымды үсіп тастайын дейді. Менің рахымымнан үміт үзбесін, үміт күтпей қойсын дейді. Көрдіңіз ба? Кім өмірінің ұзақ болуын қаласа дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, онда туыстық қарым қатынаспен арасын жақсы қылсын дейді. Мейлі ол не прав болса да,
сен алдына бара бер иншалла. Өйткені сенікі не прав, дұрыс емес болып тұрып алдына барсаң, Алла жәннаттың ортасынан үй сыйлайды дейді ол адамға. Ана қараңыз. Көрдіңіздер ме? Үшінші дұғасы қабыл болмайтын кісілер кімдер дейді? Арақ ішкендер дейді. Бар ма қазір арақ ішіп жатқандар? Жоқ, бұл жерде айтып жатқан жоқпын. Айналада бар ма? Ішіп жатқаны бар, иіскеп жатқаны бар, мұрын толтырып шегіп жатқаны бар, жетеді. Тап-табымен, түр-түрімен бар. Түр-түрімен бар. Алла олардың қадір түнгі дұғасын қабыл етпейді дейді. Қашан ананы мен тастадым деп айтпайынша дейді. Көрдіңіздер ме? Төртіншісі дейді, екі мұсылман бауыр бір-бірімен ренжісіп қалған дейді. Сол екеуі қашан бір-бірімен татуласқанға дейін олардың тілегі қабыл етілмейді деп айтты. Алла сақтасын енді. Мынау ескерту ретінде айтып жатырмын, мен ешкімді жазғырайын деп жатқан жоқпын. Ескерту ретінде айтып жатырмын. Әлі бізде мүмкіншілік бар, өйткені қадір түні таңға дейін жалғасады. Таңға дейін жалғасады иншалла. Міне сол қадір түнінің атауларын қараңыздар, атауларын. Бірінші атауы бағана айтқанымыздай, не үшін қадір түн? Оған кездескен адам Алланың құзырында, періштелердің құзырында ең қадірлі адам болады дейді. Одан махрум қалған адам бүкіл нәрседен махрум қалады дейді. Екінші қадір сүресінің мағынасы, екінші қадір деп аталған мағынасы, ол түн түндердің ішінде баға жетпейтін ең қадірлі түн дейді. Сондықтан ол қадір түні дейді. Үшінші қадір деп аталу себебі ол тар түн дегенді береді дейді. Отыра беріңдер, отыра беріңдер. Кіргендер отыра берсін де адамдардың ықыласын бұзбай. Маған бірдеңе берейін деп келатсам бар. Мына жер Каспий Голд'ында жазбап бұны. Не айтып жатыр едің маған? Тар түн, нен тар? Ай, болды. Пейілің мен ниетің тарылмасын деп. Ол емес, тар түн, тар түн. Неге тар түн дейді? Ау? Ана қараңыздар. Періштелер сыймай қалғандықтан бұл түн тар түн деп аталған дейді. Жер бетіне ешбір періштен істей алмайды дейді, сыймай кетеді дейді. Сондықтан бұл түн тар түн деп аталады дейді бауырлар. Көрдіңіздер ма? Күшті ма мағынасы? Мына брат, центр внимания болдың ау. Отсай, өкам, отыра берші қосын. Алланың рахымы бәрімізге жетіп жатыр, мешіттің сыртына да жетіп жатыр. Міне Аллаға мыңда бір шүкір. Енді араларыңызда бір кісілер ойланып отыр, кәдімгі түрлеріне қарасам, тошын түсе ма, жаңа періштелер деп ше. Тошын түсе ме екен, қалай болады екен? Тошын түсейін деп тұр ғой. Алла Тағала Құранда не деді? Алиф лам мим, заликал китабу ла ройба фи. Алиф лам мим бұл сондай кітап деді, ла ройба фи. Онда ешқандай күмән жоқ, шәк жоқ. Мына мен айтып жатқан сөздер қаяқта келіп тұр? Құранда келіп тұр ма? Енді шәк бар ма, күмән бар ма? Жоқ дейді. Кімдер үшін? Худаллил муттақин, тақуаларды бұл кітап тура жолға бастайды дейді. Олар кімдер тақуалар? Кімдер кітаптағы күмәнға иман келтірмейтіндер? Аллазина юъминуна бил ғайб. Олар көрмеген нәрселеріне сенетіндер дейді, ана қараңыздар. Сыртқа шығыңыздар, виноколмен ба, сварканың несімен қарайсыңдар ма, періштелерді көрмейсің. Бірақ біз олардың осы жерде жүргендігіне сенеміз. Шын жүректен 100% яқин иманмен сенеміз. Олардың бар екендігіне, түсетіндігіне, қабыл ететіндігіне, біз үшін куәлікке жүретіндігіне, біздің айналамызда сығылысып отырғандығына біз иман келтіреміз. Келтіреміз ба? Әлбетте. Жотып, мына жақ дұрыс айтпады, әлі келтірмей отыр. Келтіру керек қойылма. Аллазина юъминуна бил ғайб. Олар ғайыпқа иман келтіреді дейді. Көрдіңіз ба? Олар Алла және оның елшісі айтса, сами'на ва атана. Естідік, бойсындық, сендік деп айтады дейді. Точно бола ма? Точно болады. Уайымдамай қой. Көрдіңіз ба? Өйткені ол кітап ла ройба фи,
бұл кітаптағы айтылған нәрседе ешқандай күмән жоқ деп жатыр Алла Тағала. Ешқандай ойыңа кіріп шықпасын дейді, күмән туралы ой. Қараңыздар, қандай нәрсені Алла Тағала былай да әкеліп жатыр, былай да әкеліп жатыр, бірақ пенделері әлі пробкада тұр дейді. Мінекей, сондықтан Аллаға мыңда бір шүкір, бізді қадір түніне жеткізді. Жаңағы өздеріңіздің үйлеріңізде де бар. Өткен жылы ораза ұстап, биыл ораза жоқ, арамызда кетіп қалған кісі. Өзімнің қанша жолдас балам бар, қайтыс болып кеткен. Солай, кете бересің. Биыл ораза ұстадық, келесі жылы ораза ұстайсың ба, ұстамайсың ба, мына дүниеде барсың ба, жоқ. Келесі, не то что келесі жылы, Шәуәлдің оразасын ұстауға 6 күндік. Точно гарантия жоқ қой. Точно Шәуәл. Бірақ мына күнге дейін жеткізгендігіне біз Аллаға қатты рахмет айтуымыз керек. Аллаға қанша шүкірлік айтсаң да, қаншама сәжде қылсаң да, Мұхаммедтің үмметі болғандығың үшін, және саған ораза ұстауды нәсіп еткендік үшін Алланың шүкірлігінің нығметін өтеп бере алмайсың дейді. Ана қараңыздар. Енді қараң. Талха ибн Убайдулла деген сахабаны білесіздер ғой? Талха ибн Убайдулла деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабасы болған, саусағының үшеуі шабылып кеткенге дейін 2 саусақпен қылыштасып, Ухуд шайқасында пайғамбарымызды қорғап, төсіне 10-нан астам садақ кірсе де, пайғамбарымызды қорғаған кісі Талха ибн Убайдулла деген сахаба болған. Жер бетіндегі тірі шәһидті көлгірелін келсе, Талхаға қараңдар деген пайғамбарымыздың сөзі бар, саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалар жиналып алып, ана бізді жау бірдеңе футбол бірдеңе ойнап болғаннан кейін, голды былай салды, баспен ұра салу керек деп әңгіме жібересің. Дәл сол сияқты сахабалар Ухуд соғысы біткеннен кейін соғыс туралы әңгіме айтып отқан кезде Абу Бәкір келіп айтады екен, қоя қойыңдар деп айтады екен. Ухуд ешқайсыңның күні емес, ол Талханың күні деп айтады екен. Көрдіңіздер ме? Сондай сахаба. Сол сахабаның үйіне Құдаға деген үлкен тайпадан 2 жігіт келеді исламды қабылдауға. Сөйтіп 2 жігіт исламды қабылдап Мәдинада тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам азаз ілім алып жүреді. Сөйтіп жорық басталып кетеді. Бір жаққа жорыққа барады. Жорыққа барған кезде жаңа Талханың үйіне келген 2 қонақтың біреуі сол жорықта шәһид болып кетеді. Қайтыс болып кетеді. Шәһидті білесіздер ғой? Мәртебесі кіммен бірдей? Пайғамбарлармен бірдей. Ана қараңыздар. Шәһидтердің мәртебесі, Алла Құранда айтады, шәһидтерді өлді демеңдер дейді. Бәлкім олар тірі Раббыларының құзырында ризықтандырылуда дейді. Өлмейді шәһидтер. Шәһидтердің мәйітін ашсаң, денесі солаймен жатады. Денесі шірімейді де, өлмейді де дейді. Сондай мәртебе, сондай шәһид болады жаңа жорықта. Жаңа екіншісі қайтады, қонақтың екіншісі. Сол Талханың үйінде 1 жыл өмір сүреді. Рамазан анау біткеннен кейін Шәуәл айында ма Құдай біледі, жаңа екінші қонақта қайтыс болады ғой. Сол қайтыс болған түні Талха ибн Убайдулла радиаллаху түс көреді екен. Түсінде Алла Тағала жаңағы үйіне келген 2 қонақты Алла Тағала жәннатқа кіргізіп жатыр дейді. Бірақ шәһидте емес, екінші кейінгі қайтыс болған бар ғой, соны бірінші кіргізіп жатыр дейді ғой. Шәһидте емес, екіншісін кіргізіп жатыр дейді. Сөйтіп Талхада жайлап барып жақындаса, сенің кезегің келген жоқ деп айтты дейді. Ол да жақсы енді бұл. Ұйқысынан оянып кетеді де бірден кімге барады? Рахат қой. Рахат. Бір сұрақ болды. Пайғамбарға ұшасын. Саллаллаху алейхи. Барды пайғамбарымызға барды болған оқиғаны көрген түсін, жаңа 2 жігіттің оқиғасын бәрін айтып берді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жымиды дейді ғой. Жымиды айтты дейді. Ей Талха, дұрыс қой деп айтты дейді. Дұрыс қой. Мына екінші қайтыс болған бауырыңның дейді, бір Рамазаны анадан артық емес па деп айтты дейді. Қана көрдіңіздер ме? Қаншама садақасы, қадір түні, сәжделері, нәпіл намаздары, парыз намаздары анадан артық емес па деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Қандай жақсы нәрсе ме? Сондықтан біз дұғада не деп айтамыз? Алла келесі жылғы Рамазанға аман есен жеткізе көр деп айтты. Неге? Тағы да ораза ұстап берем саған деп жатырық қой. Ораза ұстап берген сайын не болып жатыр? Ораза ұстап берген сайын сіздің дәрежені өсіріп жатыр. Алла Тағала дұрыс айтады неке. Алла дәрежені өсіріп жатыр. Дәрежені өсіріп не істегісі келіп жатыр Алла Тағала? Мақтағысы?
Мақтау қағаз. Дұрыс айтады. Дәрежеңді өсіріп не істейін деп жатыр Алла тағала десе, айтпайсыздар ма? Жоқ, енді жәннатта ғой айтады да Құдай қаласа. Өзінің дидарын жиі көрсеткісі келіп жатыр деп айтпайсыздар ма? Кімнің дәрежесі жәннатта биік болса, Раббысының дидарын жиі көреді деген жоқ па? Кімдікі аз болса сауабы, ол сирек көреді дейді, немесе бір-ақ рет көреді. Бір көргеннен кейін, Раббыңның дидарын бір көргеннен кейін жәннаттағы ешбір нығмет қызық болмай қалады дейді. Хор қызы бірден ештеңе қызық болмай қалады дейді. Көрдіңіз ба? Қазір ғой басыңа теуіп жүргесін айтып жүрген. Ешқандай қызық болмай қалады. Раббыңның дидарын көрген кезде жәннатта ешқандай нығмет қызық болмай қалады дейді. Тек көре бергің келеді кімді? Алланың дидарын. Енді көре беру үшін мына дүниеде бірдеңе істеу керек қой. Кеше бір ауызашарда отырсақ, енді не бір қышыма адамдар бар ғой, Құдай сақтасын ше. Бірдеңе қышытып отырады. Бір бауырымыз Рамазан ғой деп, енді Алла разы болсын, мощный садақалар жасап жатыр да. 500 адамға ауызашар, мына мешітте 1000 адамға ауызашар, ана жерде жетімдер үйіне кіріп жатыр, мына жақта қарттар үйіне кіріп, енді деген әдемі нәрселер жасап жатыр. Сол бір жақын айтады дейді, сен таза дорақсың деп айтады дейді. Өзіңе жұмсамайсың ба? Өлейін деп таптың, өзіңе жұмсамайсың ба? Неге жерден бәріне шашып жүрсің деп айтады. Сондай бар ма адамдар? Ойбай, бар емес, былай. Өзің қасында жүргендер айтады сөйтіп. Көрдіңіз ба? Жақсылықтан не істеп тұрады сені? Тосып тұрады, тежеп тұрады. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Адамдардың ішінде бір тобы бар, әрқашан жақсылыққа кілт болады, жамандыққа құлп болады деді. Дәл сол сияқты адамдардың ішінде бір тобы бар, жақсылыққа құлп болады дейді. Істейін десең істеткізбейді дейді. Жамандыққа кілт болады дейді. Алла кімді жақсылыққа кілт, жамандыққа құлп қылса, онда оған жәннат пен жақсы өмір дейді. Алла кімді жамандыққа кілт қылса, жақсылыққа құлп қылса, онда оның өмірі және ақыреті өкінішті дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Байхақиде келген хадис. Күшті ма? Енді қараңыздар. Сонда жаңа бауыр, машалла, тегін адам таз болмайды дейді қазақ. Молодец, ана бауырдың айтқан жауабын қараңыздар. Не деп айтады дейді? Братан, квартирада тұратын адаммын дейді да. Мен квартирада тұратын адаммын дейді. Жер алып қойып жатырмын дейді Құдай қаласа. Жер алып қойып жатырмын. Енді сол жерге не алуым керек дейді? Цемент алуым керек. И ракушняк, бұяқта ракушняк жоқ қой біздің жақта. Не бар бұяқта? Силикат па бірдеңе ғой үшін. Кірпіш та енді, кірпіш. Или монолит қылып құяма өзі біледі оны. Главный, миллиметр нелерін жеп қоймаса болды. Бола береді, ұрып жіберді, қол қойып жіберді. Тағы не дейді? Терезе алуым керек, шифр алуым керек деп айтады дейді. Менің квартирада тұрып жатқан үйімді ремонттай бергенім дұрыс па дейді да? Сол ақшаға, әлде сол ақшаға анаққа өзім үйіме материал алғам жақсы ма дейді. Қайсы жақсы? Біреудің үйінде тұрып жатсың да квартирада. Оны ремонттап не істейсің біреудің үйін? Одан өзің үйіңе ақша салмайсың ба? Дұрыс па, әдемі ма? Әлде квартираңды ремонттай бересің ба қайта-қайта? Ана жаңағы братан жым болды дейді ғой. Мен мына дүниеде мәңгі қалайын деп тұрған жоқпын ғой деп айтты дейді. Баратын жағым, нағыз тұратын жағымды не істей берейін дейді? Ыңғайлай берейін деп айтты дейді. Міне жауап деген, міне әдемі жауап. Көрдің? Уәл ахирату хайру уа абқа деді Алла Тағала. Алланың құзырындағы өмір хайырлы және мәңгі тұрақ деді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз бұл жаққа не кіріп кеттік? Бір жақтан келді. Сауапты айт. Көрдіңіз бе? Рамазанға жеткендіңіз, жақсылық жасағандығыңыздың барлығы не екен? Дәрежеңді өсіреді екен ғой. Дәрежең өссе, Раббыңның дидарын жиі пайғамбарлармен бірге көресің да. Адам бір көрсе болды дейді ғой. Енді оны біз елестете алмаймыз, ары қарай осы жерден тоқтап иман келтіреміз, болды. Құдай бәрімізге көруді нәсіп етсін, Раббымызбен кездесуді нәсіп етсін. Раббымызбен ашулы емес, Раббымызбен разы күйде кездесуді нәсіп етсін. Дұрыс па? Енді бұл ұзақ әңгіме кіріп кетейін деп тұрмын мен.
Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, хайрун нас дейді, адамдардың ішіндегі ең жақсысы мән тала умруху ва хасуна амалуху дейді. Өмірі ұзақ, амалдары жақсы болғаны дейді. Ана қараңыздар. Рамазанға жеттің ба? Онда не істе? Ораза ұста деп жатыр ғой. Адамдардың жаманы кім дейді? Өмірі ұзақ болып, амалдары бұзық болған дейді. Сондықтан өмірдің ұзақ болғаны құдайсыз, имансыз болатын болса, онда өте қатерлі. Өміріңнің ұзақ болғаны жақсы, егер Аллаға бойсынумен өткен болса, өйткені сауабың жыл сайын еселене береді. Алланың алдына барған кезде сен күтпеген сыйлықтар алдыңнан шығады екен. Бұл дүниеде ешкім қалып қоймай, бәрі кетеді. Аялдама секілді біздің өмір, көлігің келген күні жөнелесің дейді. Шайтанның қызығынан аулақ болсаң, Алланың рахымына бөленесің дейді. Әркім өзінің автобусын күтіп тұр болды. Маршрутын күтіп тұрген адамдар. Уақыт сағаты келген кезде кетеді, сол кеткен кезде қызықтың көкесі басталады. Сондықтан мына Алла тағала қадір түнін баршамызға кездесуді, бүгінгі түннің әйтеуір сол түн болуын нәсіп етсін. Құдайға шүкір, артқа қарасаңыздар, мына жерде сондай кісілер бар, 26-27 күн бойы вообще тарауықтан қалмаған кісілер бар араларыңызда. Міне, ең бақытты жандар солар. Енді ана қалғандарын бақытсыз деп айтпаймыз. Бақытты, но бақыттырақ деген бар да. Қалмағандар бақыттырақ болды. Неге? Құлшылықтың қиыншылығы кетті. Дұрыс, аяғың талды, белің ауырды, қисалаңдадың. Құлшылықтың қиыншылығы кетті. Сауабы мәңгілікке Алланың құзырында қалды. Дәл сол сияқты сыртта Рамазанмен шаруасы жоқ, басқамен қадір түні вообще қызық емес, кайфовать етіп жүргендердің күнәсінің ләззаты кетті, азабы мәңгілікке қалды. Өмірдің не дейді? Өзің өлгеннен кейін дейді. Өзің өлгеннен кейін артыңнан дейді. Сауап емес күнә келіп тұратын болса, сол қасірет дейді. Өзің өлгеннен кейін артыңнан күнә емес сауап келетін болса, сол бақыт дейді. Өзің өлгенмен күнәң өлмесе, бұл жаман дейді. Көрдіңіз ба? Өзің өлгенмен күнәң бірге өлуі, ол нормально. Өзің өлгеннен кейін сауабың артыңнан келетін болса, онда ол вообще нормально. Көрдіңіздер ме? Міне Құдайға мыңда бір шүкір, бізге қадір түнін нәсіп етті. Бая ізге табиғиндар болсын, табаға табиғиндар, енді оны айтуға вообще бет жоқ, бірақ енді айта берейік, енді Құдай сақтасын. Ізге табиғиндар Рамазанда емес, Рамазаннан тыс уақытта бар ғой, түндерін 3-4-ке бөліп алады. Үйінде семьясында неше адам, соны бөліп алады екен. Тахажүдке. Бірінші бөлігінде, әкесі оқиды екен. Әкесі оқып болғаннан ұйықтайды да, ұйықтайтын кезде әйелін оятады екен. Екінші бөлігін әйел оқиды екен. Әйел ұйықтайды болғаннан кейін, әйел ұйықтайын деп жатыр, балаларын оятады екен. Үшінші бөлігінде балалар оқиды екен. Балалары бітіретін кезде таң намаз жақындайды екен, сөйтіп барлығы оянып таң намазын оқиды екен дейді. Бұлай күндері, бұлай обычный күндер. Рамазанның соңғы 10 түндері одан да бетер қошылық қылатын түндер ғой. Көрдіңіздер ме? Рамазанның соңғы, ертең өтеді екен, міне бітті уже, болды. Өтеді де кетеді. Рақат жүрмейсің ба? Қадір түніне кездесіп алдық, альхамдулилля. Ауылда отырсақ, баяғыда Аралда. Бір қонаққа соңғы түнде отырық ауызашарда. Бір ағамыз айтады, альхамдулилля, қуанып отырмын дейді, оразамның қабыл болғанына дейді. Түсінбей қалдық қой. Оразам қабыл болғанда. Сосын айттық, братан, қалай сізге уақы келе ме? Қалай қабыл? Сөйтсек, о қасқа жаңа сахаба сияқты, ей Раббым, сен менің құлыңсың, мен сенің Раббыңмын деген сияқты байқамай айтып жіберген екен ғой. Рамазанды қазасыз тарауқын ешбірінен қалмай өткізгеніме қуанып отырмын деген сөзді оразаның қабыл болғанда қуанып отырмын деп айтты да, братан. Құдай бір аузына салып тұр ғой анаң ше. Алла қабыл етсін. Көрдіңіздер ме? Алла қабыл етсін. Міне сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамыз айтады, бізді ешқашан Алла елшісі тахажүдке міндеттеген емес дейді. Ешқашан, жыл 11 ай.
қашан бірақ Рамазанның соңғы 10 түні кірген кезде, Рамазан біздің әрқайсымыздан естетін еді дейді. Айша, тұр. Сафия, тұр деп бәріміздің бөлмемізге кіріп, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазанның соңғы 10 түнде бізге тахаджуд оқуды міндеттейтін дейді. Тараух оқуды міндеттейтін дейді. Көрдіңіз ба? Неге? Өйткені әйелдерімнің қадір түнімен кездесіп қалуын қатты күткен екен да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сол сияқты сіздер де не істеңіздер? Енді шамаң жетсе айтасың оны, бірақ қадір түнінде өзіңде жүре берсейсің, нең бар менде? Өзің құлшылығыңды қыл. Зорлық жоқ дінде. Деген сияқты сөздерді естейтін болсаңыздар, онда хасбуналлаху ва ниъмал уәкил деп айтасыздар, болды. Алла разы болсын, мен келесі мешітке қарай баруым керек. Алла тағала баршамызды қадір түніне кездесетін өзінің момын мұсылмандарынан етсін. Алла тағала баршамызға келесі жылғы Рамазанға аман есен жетуді Алла нәсіп етсін. Алла тағала құлшылықта кемелде шынайы ықыласпен тұруға біздерге күш қуат, денсаулық нәсіп етсін. Алла тағала екі дүниенің жақсылығын беріп, Алла ел жерге аманшылық, саулық берсін. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Алла разы болсын баршаңызға. Көбірек истиғфар айтыңыздар, бауырлар. Истиғфар бітсе Құран оқисыздар, Құран бітсе және тахаджуд оқисыздар. Ол үшін босқа жібермеңіздер ол. Сіз жүргізесіз бе?